Қазақта қаймағы бұзылмаған деген терең мағыналы тіркес бар. Бұл сөзді естігенде тұнығы бұзылмаған мөлдір өзендей, дархандығы кемімеген кең даланың құшағындағы көркем ауылдар көзге елестейді. Біз қазір дәл сондай ауылдардың біріндеміз. Алматы облысы Жамбыл ауданы Беріктас ауылына тиесілі жерге табан тіреп тұрмыз. Бұл ауылдың тұрғындары ішімдіктен бас тартып, көпке үлгі болуда. Ендеше осындай керемет ауылдың тыныс тіршілігімен танысу үшін бүгінгі күнді осында өткізуді жөн көрдік. Сандуғаш Салыбекқызы, айтыңызшы, жалпы ішімдіксіз ауыл бастамасына қалай келдіңіздер? Ауыл тұрғындары сіздердің бұл ойларыңызды қалай қабылдады? Жамбыл ауданы полиция бөлімінің бастығының орынбасары Алмас Имашұлының бастамасымен ауылымыз ішімдіктен бас тартты. Осы орайда ауылымыздағы қоғамдық келісім, аналар кеңесі, ақсақалдар алқасы ақылдаса отырып қолдау көрсетудеміз. Әппақ таңында тұнық кешімді алма бағымда өзіңе барып. Берекелі Беріктас ауылының ардақты ақсақалдарын әңгімеге тартып көрейік. Ішімдіктен бас тартқан үлгілі ауыл деп жатырмыз. Жалпы осы ауылдың тыныс тіршілігімен мені таныстырсаңыздар. Ауыл 1970 жыл мамыр айында қой совхоз болып құрылған. Сонан бері қарай мінеки 54 жыл болды. Құрылған кезде Димаш Ахметұлы Қонаев ақсақал келіп батасын беріп кеткен. Батасын бергенде бұл берекелі болсын. Берекелі Беріктас болсын деп, сонан бері қарай берекелі Беріктас атанып келе жатыр. Міне біз Беріктас ауылындағы орта мектепке келіп тұрмыз. Үлгілі ауылдың білім ошағымен бірге танысып қайтайық. Бұл жерде бас аяғы 2031 сурет бар. Жай сурет емес, әр саланың майталмандары. Бұл сыныптан шығатын болашақ ұрпақ келешекте заң мен тәртіпті нығайтатын, елдің елеулісі, халықтың қалаулысы болатыны сөзсіз. Жамбыл аға, айтыңызшы, жалпы болашақ ұрпақты тәрбиелеуде қандай дүниелерді маңызға негізге аласыз? Дұрыс, рахмет. Енді оқушылар өзінің тарихын білу керек. Өткен тарихын білмей, ол алдыға біз жылжи алмаймыз. Сондықтан да мен бұл кабинетті жабдықтауда ең бірінші патриоттық тәрбие басты мақсат екенін оқушыларға ұғындыруым керек болды. Армандар асқақ, қиялдар қилы жетті, қаланың мұны тамаша сайрасам. Берекелі ауыл ішімдіктен бас тартқан екен, соңғы жылдары бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Жалпы бұның сыры неде? Оның сыры енді мына полиция қызметкерлермен бәріміз тығыз байланыстамыз. Имандылыққа үгіттейміз. Жұма намазымызда жамағаттар көп келеді. Мына замандағы мына интернет алаяқтары шығып жатыр, мысалы, сондайлар көп бағыздар айтамыз. Мына полиция қызметкерлерімен тығыз байланыстамыз біз. Іздеймін бала, балғын шағымды. Ауыл тыныштығы учаскелік полиция инспекторының қолында десек те болады. Жалпы осы ауылға қашан келдіңіз, қызметіңіз жайлы айтып берсеңіз, ауылдың тыныс тіршілігі туралы. Осы Беріктас ауылдық округінде 2019 жылдан бері қызмет атқарамын. Осы ауылда ауыл ақсақалдарымен, ауыл тұрғындарымен, ауыл жастарымен бірлесіп қызмет атқарамыз. Бұл ауылдың тұрғындары үлкені де, кішісі де кішіпейіл. Көрген жерден үлкені де кішісі де тоқтап амандасып, қал жағдай сұрасып, жөн-жөнді сұрасып, өздерінің жағдайларын түсіндіріп, әңгімесін айтады. Бақытым күтіп тұрғанда, армандар асқақ, қиялдар қилы жетті. Алмас Имашұлы, жалпы ауылды ішімдіктен бас тартуға шақырған өзіңіз екенсіз, бастамашы болыпсыз. Осы жайында айтып берсеңіз. Біріншіден, мен осы ауылдың тумасымын. Жамбыл ауданы, Алматы облысы Жамбыл ауданы Беріктас ауылы, ол берекелі Беріктас ауылы деп аталады. Сол себептен өз ауылымды бірінші болып көрсеткім келді. Бұл ұсынысты
ауылдық округ әкімі ақсақалдарға ұсыныс тастаған кезде бірден қолдап оң нәтижесін берді. Біздің ауылдың дүкендерінде мүлдем ішімдік сатылмайды. Соңғы 2024 жылда бізде қылмыс саны тіркелмеген бұл ауыл. Осылайша берекелі Беріктас ауылының тыныс тіршілігімен таныстық. Қоғам тыныштығы үшін өлшеусіз қызмет етіп жүрген полиция қызметкерлерінің қатары көп болсын дей отырып, бүгінгі сапарымызды аяқтаймыз. Барлық қазақстандықты заң мен тәртіпті сақтауға шақырамыз.